Салам достар, сіздермен бірге мен Гомеш-кз және де мен сіздерге қалай Майнкрафтта ашылатын, жабылатын тумбочка істеу керегін, қалай істеуге болатынын үйрететін боламын. Ал ендеше кеттік. Ол үшін достар, бізге міне осындай заттар керек болады. Міне біріншіден біз нәрсеге бүйтіп осындай қарастыруымыз керек. Осының жанына осындай қоямыз. Міне осы нәрсеге мынандай қоямыз. Сосын рельстерді бүйтіп қоямыз. Осын вагонеткасы воронка дегенді жүргіземіз осы жаққа. Тағы екіншісін жүргіземіз. Осын тек қана рельстерді ғана аламыз. Мыналарды алмай жатамыз. Сосын үстін жабамыз да мына тағы бір блок қоямыз. Ал мына тағы бір блок қоямыз. Осын мына тағы да рельстер қоямыз да. Мына блок қоямыз. Осын тағы да вагонеткалар қоямыз. Итереміз сосын оларды. Тағы да нелерін бұзамыз. Сосын үстіне тағы осындай қоямыз да. Мына тағы қоямыз. Міне есік қоямыз. Егер де мына жаққа қойылмай, егер де мына жаққа қойылмай жатса, бүйтіп жібергіңіз келеді. Мына просто дұрыс тұрмай қалған ғой. Міне. Тастап жейін. Ой. Міне. Байқайын. Мына тағы да рельстер қоямыз да. Вагонетка қоямыз тағы да. Сосын оларды итереміз. Міне. Енді бүкіліміз сақ болады. Міне енді нәрсеге рамкалар қоямыз. Міне осылай. Сосын рамкаларға осылай қоямыз. Міне. Ал енді мына жерлерге, рамка қоймаған жерлерге бүйтеміз да бүйтіп қоямыз. Бұл неге екенін қазір көрсететін боламын. Міне. Енді алдына тағы да рамка қоямыз, сосын не қоямыз, сосын бүйтіп қоямыз. Бұл неге деп ойласаңыз, бұл типа ашық тұрған сияқты көріну үшін. Міне. Не қоямыз. Не істер. Енді бұны ашып не істеуге болады не. Осы жанына келсек. Открыть деген. Міне открыть десек, ішінен любой затты сала алатын боламыз. Міне достар, сізге видео ұнаған болса, лайк басамыз, комментарий қалдырамыз. Сау болыңыздар.